Ерлан Біләл, актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры. Ерлан аға, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң аға. Аға, жақында ғана Қазақстан және КСР халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ұлттық өнеріміздің көз тірі аңызы Асанәлі ағамыздың 80 жылдық мерейтойы болды. Өзіңіз сол тойға атсалысып, өзіңіз де қатыстыңыз, сахнаға шығып, ән айттыңыз. Жалпы мәдени шараның көңіліңізден шықты ма, ең бастысы? Алған әсеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Енді бірінші кезекте мен ойлаймын, бұл көрермен тарапына қойылатын сұрақ қой деп ойлаймын. Біз өйткені Асанәлі Әшімов деген алталаштың арысы болғаннан кейін, сол дүйім қазаққа, бүкіл қазақстандықтарға сол кісілердің алған әсері қалай болды екен деген ойда мен де жүрмін. Дегенмен де сол келген қауымның көрермен жаңағы залға лық тола ауыз мұрнынан шығып жатты ғой, енді бүкіл Қазақстанның сыймай қалып сыртта қалып жатты. Енді бұл бір кезекте Асанәлі Әшімовке деген дүйім халықтың, шын мәнінде алталаштың шексіз сүйіспеншілігі, махаббат деп қабылдауымыз керек. Соған шын мәнінде көзіміз жетті. Келген халық, бүкіл зиялы қауым, менің алған әсерім өте зор, әрине. Өйткені көзі тірі аңызды, қасымызда жүрген асқар тауымызды сонда әспеттеп, өзінің биік деңгейінде халықтың сол жүрегіндегі лүпілдеген сезіміне сәйкес сахнадан жақсы бір өнер көрсеттік қой деген пайымдаудамын. Асанәлі ағамыз әлгі күнге дейін театрда еңбек етіп келеді, бірқатар туындыларда басты рөлдерді сомдайды. Болашақта көрермендерді қандай қойылымдармен қуантады? Енді көбіне көп қазір Ақбергенде біледі, ол кісі өзі сахнада ойнағаннан гөрі қазір режиссерлық жағына басым назар аударып жүр. Өйткені енді сахна дегеніңіз ол динамика, сахна дегеніңіз әрекет, қозғалыс, жүріп тұру. Сондықтан енді 80 жас дегенде біздің ойымызша ол бір жағдайдың шет қыры емес. Әлі Асағаңның 100 жылдығын жасасақ деген үлкен жоспарлар алға қойып, сондай тілеу тілеп жатырмыз. Өйткені біздің театрымызда Айша Абдуллинаның 100 жасы өтті. Хабиба анамыздың 100 жылдығын тойлап өтті көз тірілерінде. Сондықтан қарасаңыз 100 жас дегеннің өзі де соншалықты бір қорқынышты емес екен. Сол кісілер әнін айтып, Мағжанның поэзиясын оқып, керемет көрерменді дүр сілкіндірді. Сондықтан Асанәлі Әшімовтің неге 100-ге келмесіне. Сондықтан біз айналасындағы тілекші, тілеуші қауым ретінде сондай бір жақсылықты тілейміз. Ол кісі де 90-ға келіп, 90-нан асып 100-ге келіп, сондай үлкен бір дүбірлі қуанышқа жетіп жатсақ, дүйім қазақ үшін, біздің алталаш үшін бұл тағы да бір үлкен мәртебе болар еді деп ойлаймын. Сондықтан енді роль жағына келген кезде ойнап жүрген ымырттағы махаббат рөлі бар, кеше апатты көрсетіп жатырмыз. Бұрынғы Францияға барған кезінде қандай керемет өнер көрсеткен Әнуар Молдабековтер мен КСР-ның 8 халық әртісі сол кезде Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбеттен бастап, біздің Хадиша апай, Шолпан апай, Бикен апайлар мен жаңа Молдабековтер керемет өнер көрсеткен. Соның бәрін көрерменге тарту етіп, яғни осы Асағаңның бүгінгі 80 жылдық мерейтойының кезеңінде бүкіл тарихты бір жаңағы сапырып көрсеттік көрерменге. Сонау балалық шағынан бастап, жаңадан өнерге келген кезінен бастап, бүгінгі күнде осы жаңа Шәкен жұлдыздарын жасап жатқан кинодағы өнері, жастық кезі, орта буын кезі, қазір кез келген кезде бүкіл бәрін қамтуға тырыстық. Кеше біз осы Асекеңнің шын мәніндегі алталаштың арысы екеніне тағы бір көзіміз жетті. Болашақта енді рөл ойнаймын деп жатса, ол кісі ешқандай құшағымыз айғара ашық, материал да жетеді, рөлдер де жетеді, бірақ көбінесе ол кісі қазір сол театрымыздың көркемдік жетекшісі, жаңа шығып жатқан жас буынға рет беріп, соларға өзінің бір керемет ақылдарын айтып, бағыт көрсетіп деген сияқты жайы бар. Қазіргі енді алдымызда жоспарлы жұмыс болса, ол тек сол режиссура жағынан болатын шығар деп ойлаймыз. Керемет. Ерлан аға, енді жоспарлы жұмыстарыңыздың тағы біреуінде Астана қаласында Астана театр фестивалі өткелі жатыр деп естіп жатырмыз. Маусымның 17-сі мен 30 аралығында. Асанәлі Әшімовтің 80 жылдығына арналған бірінші дүниежүзілік фестиваль. Фестивальдің аясы қалай болмақ? Жалпы бұл шараның маңызы неде? Бұл ретте енді қазір бізде Қазақстан театрлары ассоциациясы жұмыс істеп жатыр. Оның президенті Асанәлі Әшімов. Сондықтан болса, енді министрлік тарапынан, жалпы өзіміздің осы театрлар ассоциациясы тарапынан осындай үлкен бір шараны бастан өткізсек деген
жоспарлы жұмысымыз бар. Жаңа өзіңіз айтқандай 17 мен 26 арасында Астана қаласында өтеді. Бұл шын мәнінде бүгін елбасымыздың айтып отырған, елбасымыздың жаңағы жасап отырған бағдарының ішіне толыққанды кіріп отырған дүние. Мынау Экспо 2017 халықаралық фестивалінің аясында халықаралық көрмесінің аясында фестиваль өтпекші. Асанәлі Әшімовтің дүниежүзілік фестивалі. Яғни дүние жүзінен атсалысып бұл жерге келетін театрлар, театр мамандары болады. Осының қазір жоспарлы жұмыстары жүріп жатыр. Менің ойымша бұл да өзінің тиісті биік деңгейінде өтеді деген ойдамын. Дәл осы көрмеге дайындық қалай жүріп жатыр? Көрмеге енді театр тарапынан келетін болсақ, біз Астана балет театрында 2 күн өнер көрсетеміз. Ол Сұлтан Бейбарыс спектаклі мен Үміт үзгім келмейді деген Немат Келімбетов авторлық шығармасы қойған Қазақстан халық әртісі профессор Есмұқан Обаев ағамыз. Сұлтан Бейбарыс енді біздің тарихи дүниеміз. Сұлтан Бейбарысты қойған Юрий Ханинга Бекназар деген режиссеріміз. Біздің театрымыздың қазір сен тұр мен атайын деген жалынды жастары орта буын қатысады. Сондықтан бұл бірнеше халықаралық дәрежедегі өткен үлкен додалы фестивальдарда кәдімгі гран-при алып жүрген, сондықтан үлкен жүлделі орын алып жүрген спектакліміз. Сондықтан экспоға келетін бүкіл дүние жүзінен келетін қауымға сонда біздің төл тарихымызды, мәдениетімізді, әдеп ғұрпымызды бәрін осы спектакльдер арқылы көрсетсек дейміз. Ал енді қалған 10 шақты күннің ішінде Астана жастар театрында өнер көрсетеміз. Ол жерде де сол біздің Абай спектаклінен бастап жаңадан жарық көріп жатқан осы Экспо халықаралық көрмесіне арнайы қойылған Көмбе нанның дәміменен Ғайып Мүсірептің Қыз жібегі қойылады. Соның ішінде бұрын репертуарымызда жаңа шығып келе жатқан Таңсұлу сияқты спектакліміз, жаңа Сұлтан Бейбарыс, Ғайып Мүсірептің Қозы көрпеш баян сұлуы, марқұм Қайрат Сүгірбеков деген жас талантты режиссеріміз қойған. Мінекей осында 10 шақты спектакльді сол 10 күннің ішінде жастар театрында көрсететін боламыз. Бұл жерде біздің көрермендер үшін барлық жағдай жасалған. Екі тілде аударма жүріп отырады. Ол ағылшын тілінде, орыс тілінде. Спектакль өзі қазақ тілінде ойналады. Содан кейін мысалы мүмкіндігі шектеулі жандарға да спектакльға келіп кетуіне, спектакльді тамашалауына, көруіне, қабылдауына барлық жағдай мүмкіндіктердің бәрі жасалған. Яғни бұл ретте біз Қазақстанды қазір елбасымыздың айтып отырған бүкіл әлемдік дәрежеге, бүкіл халықаралық дәрежеде көрсетуіміз керек. Өзіміздің төл әдебиетімізді, төл мәдениетімізді, өнерімізді дәріптеуіміз керек деген бізге қазір беріліп отырған керемет мүмкіншілік. Яғни осы мүмкіншілікті толыққанды қолдану мақсатында біз осындай жұмыстарымызды жаңағы өзіміздің классикалық шығармалар арқылы көрсетсек деген ойменен жұмыс істеп жатырмыз. Демек, Қара шаңырақ ұлттық театр, Мұхтар Әуезов театрының атынан баратын қойылымдардың барлығы біздің ұлттық құндылығымызды, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді көрсететін спектакльдер. Алдағы уақытта Қара шаңырақ, Әуезов театры соңғы уақыт осы тың туындылармен толықты, ол бақыттың кілті, Көмбе нанның дәмі деген өзіңіз атап өткен. Болашаққа көз жүгіртсек, тағы да қандай туындылармен бізді қуантпақсыздар? Алдымызда қазір біздің осы театр өнері арқылы тағы да осы халықаралық дәрежеге бүкіл шетелдерге шығуымыз керек. Спектакльдерімізді, жаңа көрмелерімізді, ол бүкіл өнеріміз арқылы біздің болмысымызды, табиғатымызды, бүгінгі күндегі біздің ұстанымымызды бүкіл әлемге паш етуіміз керек. Осы орайда шетелдік кәдімгі басқа шетелдерге де, алыс жақын шетелдерге де шығуға мүмкіндік алып отырмыз. Осы орайда біздің айтулы жазушымыз Дулат Исабековтің 75 жылдығына орай Шыңғыс Айтматов атындағы академия Лондонда кәдімгі сол 75 жылдықты атап өтуге үлкен шара ұйымдастырып жатыр. Бұған тағы да біздің министрлік үлкен қолғабыс жасап көмектесіп отыр. Сол арқылы бірнеше осы Алматыдағы 1-2 театр өнер көрсетуге Лондонға қазір бағыт алып отырмыз. Бұл күздегі болатын мәселе. Осы экспо біткеннен кейін. Оның алдында мысалы 4 фестиваль ұйымдастырылады. Қазақстан театрлар ассоциациясы жаңағы Асанәлі Әшімовтің дүниежүзілік фестивалін өткізеді. Қазақстан республикалық фестиваліміз өткіземіз, этникалық театрлар фестивалін өткіземіз және жас режиссерлар фестивалін өткіземіз. Ол жаңағы Қайрат Сүгірбековтің атында. Осы 4 фестивальді экспоның аясында біз Қазақстан театрлар ассоциациясы өткізетін боламыз. Одан ары қаратай мінекей жаңағы Англияға бағыт алып отырмыз. Одан кейін бізге мысалы мынау тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып қойылған Ақтастағы Ахико деген спектакліміз бар. Оның да
жаңағы Жапонияға шығуға мүмкіндігі бар деп есепке алып отырмыз. Өйткені қазір оған да жоспарлы жұмыстар жүріп жатыр. Жаңағы елбасымыздың айтқан бізге берген бағыты бойынша бұл спектакльде сол шетелге шығуға керек қой деген үмітіміз бар. Яғни бүгінгі күнде мүмкіндіктің бәрі бар. Тек қана білек сыбанып жұмыс істеу керек. Жұмыс істесек, яғни бүгінгі біздің мемлекет, елбасымыз барлық бағытта бізге мүмкіншіліктердің бәрін жасап отыр. Бүкіл әлемге жол ашық қазір. Қалай жұмыс жасаймыз, қандай дәрежеде, қандай биікке көтерілеміз десеңіз де, мүмкіншіліктің бәрі бар қазір. Тек қана бізде анау жоқ, мынау жоқ деп отыра беру, қол қусырып отыруға қазір болмайды. Тек қана білек сыбанып жұмыс істеу керек. Барлық мүмкіншілік бар. Ерлан аға, сырлы сұхбатыңызға рахмет. Жаңа күнге келген әрбір қонақтан, қонақ кәдеден бұрын көрермендердің таңғы тілегін сұраймыз. Сондықтан рұқсат етсеңіз, көрермендерге деген таңғы тілегіңіз, лебізіңіз болса мархабат. Құрметті көрермен, бүгін сіздермен қауышуға мүмкіндік туғызған осы жаңа күн бағдарламасына бірінші кезекте өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Әрбір отбасына береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. Бүгінгі бейбіт заманымыз, бүгінгі біздің егемендігіміз, баға жетпес құндылығымыз мәңгілік болсын, мәңгілік ел жасасын. Ерлан аға, студиямызға келіп, қызықты сұхбат, пайдалы ақпарат бергеніңізге рахмет. Алға қойған мақсаттарыңызға еш кедергісіз жете беріңіз. Рахмет.